Баршаңызға қайырлы күн. Қазіргі таңда хит болып жатқан нан кітапшасының тігу тәсілін көрсетемін. Ол үшін бізге үйдегі өзіміздің оқтауымыздың размері керек. Сосын сантиметровый лента керек. Ал бастайық. Нан кітапшаның бірінші беті дак деген мата, қазіргі хит болып жатқан. Осы матаны пішіп аламыз. Ол үшін үйдегі оқтауымызды аламыз. Өлшейміз. Әр үйдің оқтауы әртүрлі ғой. Мысалы, менікі қазір 90 болып тұр. Осы 90 деген өлшемді пішіп аламыз. Өлшеп аламыз. Бізге керекті өлшемді алдық. Нан кітапшамыздың алғашқы мұқабасы дайын. Енді осының парақшаларын кәдімгі өз матасынан қиып аласыз. Бетімізге барлығын пішіп алдық. Енді осылардың бәрін біріктіріп тігеміз. Енді осы нан кітапшамызды пішіп алдық. Мына сыртқы мұқабасы. Мына ішіндегі парақшалары біреу, екеу, үшеу, төртеу. Енді осыны машинкамен тігіп аламыз. Ал енді осы матамызды төрт жағынан тігіп шығамыз. Қыздар, мына төрт жерден тігіп алдық. Бір қабырға, екінші қабырға, үшінші қабырға, төртінші қабырға. Бәрін тігіп алдық. Бәрін тіктік. Енді осыны біріктіреміз. Мына жерден кітап сияқты қазір көктеп шығамыз. Сосын артынша машинкамен тігеміз. Осылай көктеп шығамыз. Көктелгеннен кейін осының үстіне машинкамен тігеміз. Осымен бана көктеген үстіне машинкамен тігіп шығамыз. Мына қыздар, нан кітапшасы дайын. Бұл нан кітапшасы әрбір қыз-келіншектің керек нәрсе. Мысалы, үйге қонаққа шақырған кезде 5-6 зуала жайсаңыз, осының арасына салып қойсаңыз болады. Ағмата іздемей. Борсақ пісірсеңіз, арасына борсақ салып, келмей десеңіз де арасына салып қойсаңыз болады.